Грузиян халқының ачма пирогын жасайтын боламыз. Ол үшін 800 грамм ұнымызды алып, 4-5 жұмыртқамызды салып, тұзды суымызды құйып, жақсылап май құйып, үстінен жақсылап қамырды илейміз. Қамырымызды демалуға қоямыз. Бұл уақытта біз табамызды отқа қойып, майды құйып, үстінен фаршымызды салып, 600 грамм кішкене пияз салып жіберсеңіздер болады. Үстінен дәмдеуіштерді саламыз. Тұзымызды, қара бұрыш, қызыл бұрыш, қалауларынша дәмдеуіштерді салып, осылайша бұқтырып қоямыз. Дайын болып тұрған қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп, осылай жайып аламыз. Түгел жайып дайындап алып қамырымызды осылай орташа етіп жаямыз. Жұқадай емес, қалыңдай емес, әдемілеп жайып алып, бүткіл қамырымыз жайып болған соң, осылайша қайнап тұрған суымызға қамырымызды шетіне салып, қайнатып ала береміз. 5-6 минут